Құрметті достар, мен өзім ательемдегі машинканың айдарын сүрейін деп ниет еттім. Мінекей мынау менің машинкам топикал. Осындай машинка мен қазір пайдаланам. Кейін ол ескі машинка. Міне номерлары керек болып жатса. Машинка прямая строчка. Любой нәрсені тігеді, машалла, Аллаға шүкір, уже неше жыл болды пайдаланып жүргеніме. Недавно ғана 1-2 жылдан кейін, бірақ негізі 6 айда ауыстыру керек дейді. Мен 2 жылдан кейін бірақ ауыстырдым астындағы майын. Майын көрсетіп көрейін сіздерге. Бисмилля. Ой, ауыр. Недавно ауыстырдым, но енді темный. На жоғар жағындағысы нормальный. Осы цвет. Осылай 1 литр май қойып қоясыздар. На L деген знакқа шейін. Содан кейін 1 жыл 6 ай сондайға жетеді. Машинкада свет жоқ, сол үшін мен оған мынандай лампа алдым. Жігітім алып берген лампа. Осы регулировка жасап, жанына қойып алыр, көздеріңіз абайлаңыздар. Содан кейін мынау өзінің лапкасы, прямая строчка. Мынау синтефонға арналған лапка. Осындай лапкам бар. Силиконовый лапка деп қояды. Құрақ құрайтын кісілерге осы жақсы. Сон жаңа кожаға. Лучше осының качественныйын алған дұрыс. Мен кішкене качествосы нашар ғой деймін. Содан кейін мына жерде мынандай бар. Потайной замокқа арналған. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, менде мына жер домалақ болып тұр. Осы домалақ емес, мына жер былай, мына ұшы жоғы прямой болады. Сондайын алғандарыңыз дұрыс, мына кішкене онша емес, дұрыс болмайды. Потайнойды осы лапкалармен тие беремін мен. Левый, правый екеуі алып ағам. Бірақ лапка жетеді екен негізінде. Правыйым ба, левыйым ба. Еще осы лапкаларды цветі болады кішкене. Светлыйрақ. Мынау темный көрдіңіздер, темно-серый. Анау кішкене золотистыйға жақын болады. Сол лапкалар жақсы дейді. Мен алып қойдым, нормально бірақ. Мына жердегі несі, ине былай кішкене жақын тұрады дейді, мына тесіккеш. А мен ине мына жерде тұрады екен сонда. Или наоборот, мен ине мына жақта былай, короче. Сол сарылар жақсы деді ғой. Осындай 5 лапкам бар. Ең көп пайдаланатын мына лапка. Содан кейін мына правый лапка, замокка. Қалғандар енді онша көп пайдаланбаймын. Мына синтефон неткен кезде болмаса, құрақ құрағанға жақсы екен осымен. Осындай чип-чигім бар. Жақсысын қымбатырағын алыңыздар, әйтпесе ол біраз уақыттан кейін пайдасы болмай қалады, істемей қалады. Так, мен светімді қосып жүрейін. Лампамның светін сіздерге көрсетейін. Лампа. Әрі-бері регулировка жасайсыз. Мынау өздеріңізге свет бері қарай, көзіңізге қарай бармай, содан защищать етеді, әйбет. Ашық тұрғаннан көріш. Мына жерге ғана ойдың бәрін түстіріп. Содан кейін менде осындай шпулькалар көп. Каждый раз новый жіпке орайсың. Қайтадан оның бәрін сөктікім келмейді. Осындай прищепкаларым да бар. Кейбір маталарға ине тереуге болмайды. Бұның бір пачкасы бар. Мына жерде пока дежурный пайдаланатындарым тұр. Осылар. Содан инелерім менің. Осындайына инелерін, алардың качествосы жақсы.
осындай ине алғандарыңыз дұрыс. Иненді жақсын алыңыздар, тот баспайтын, сондай. Әйтпесе қайта ала беретін боласыздар. Мынау мен жаңа орамал таққанда киетін инелерім майысқапты. Бұлардың да качествосы жақсы. Тот баспайды, көпке шыдайды. Осындай қыздар. Жаңа астында шпулькасын көрсетейін. Осы 2 жылда мен бұны бушный қылып алғам машинкамда. Алдында пайдаланған кісі нормально істеп тұрды. И біраз уақыттан кейін осы жазда ғой деймін мен алдым. Қазір бізде қыс бір жарты жылдай болды, мынандай алдым. Астында мынандай пружинасы бар ішіндеш. Базарға барғанда осындай берді. Осыны астыр қойсын. Көрші астын шайнап тікпей қойдым ма, бірдеңке болды. Мына жерін регулировка жасап бұрадым. Сонда да болмады. Көрші новыйын алып келдім де салдым. Ана ескісін бір кісіге бере салдым. Ол кісі ондай бұрынғы қолмен тігетін ағаш машинка бар ғой, соған салды. О да тігіп жатыр нормально. Менде тікпей жатыр. Сол, осындай. Айдарым ұнаса. Айтыңыздар, тағы не түсірейін. Менде аверлок бар, Жаноме машинкалар бар. Келесі соларды түсірейін. Маған подписка жасап, комментарий қалдырып кетіңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше.